Қазақ әдебиетінде 25 жыл ғұмыр кешкен белгілі жазушы Оралхан Бөкейдің «Көк тайынша» деген әңгімесінде менің атам менен әжемнің сүттісі сиыры болатын, көк тайыншасы болатын дейді. Сол тайыншасын біреулер ұрлап әкетіп сойған екен, жұрттың бәрі қызығып жүретін еді. Енді сойған кезде де бір әккі біреулер сойыпты, таудың етегіне барып, ағынды судың бойына барып сойып, шек қарының барлығын ағынды суға жуып шайып алып, 4 сирағымен терісін тастап тайып тұрған екен. Кейін атасы мен әжесі милицияға арыз жазып, бір айдан кейін милиционердің қалпағы қызарып көрінген көзді атам қазан көтерді дейді. Милиционерді күтіп алғаннан кейін етін жеп алған соң 1 сағат мызғып алды дейді. Милиционер ұйқысынан тұрып, дипломатын ашып, ақ қағазын шығарып, танысайық деп айтты дейді. Содан атамның аты жөнін, әжемнің аты жөнін алды. Табамыз деп кетті дейді. 2 айдан кейін қайтадан милиционердің қалпағы қызарып көрініп еді, апам қайта қазан көтерді дейді. Етін жеп алды, әдеті бойынша 1 сағат мызғып алды дейді. Дипломатын ашып, қайтадан ақ қағазын шығарып, танысайық деп еді, апам бірден шамдана түсті дейді. Айналайын шырағым, сен жоғалған малды іздеп жүрген адамсың ба, бізбен танысуға келіп жүрген адамсың ба деп. Апа, көп сөзді қойыңыз деп айтты дейді. Атам өте сабырлы адам болды, асықпай жауап берді. Содан кейін апам айтты дейді, айналайын өткенде жоғалған малдың терісін тапқан кезде астынан қамшы тауып едік, мынау іздеуіңе қажет жоқ болатын шығар деп қамшыны берген кезде милиционер: апа, мына ауылда 100 үй болатын болса, 100 үйде мынандай қамшы бар, кімнің үйінен іздеп жүреміз, бос сандалмаңыз деп қамшыны тастай салды дейді. Содан милиционер шығып кеткеннен кейін одан хабар болмайтынын сезген апам бастауыш сыныптың мұғалімі еді, қамшыны алып мектепке кетті дейді. 1-ші сыныпқа кірді де, балалар, мынау кімнің қамшысы деп еді, ешкім үндемеді. 2-ші сыныпқа кірді, 3-ші сыныпқа кірді, 4-ші сыныпқа кіріп еді, соңғы партада отырған бір бала: менің әкемнің қамшысы деп айтты дейді. Сөйтсе ол баланың әкесі біздің аталарымыздың құдалары болып шықты дейді. Бұрынғы адамдар бөлек еді ғой дейді. Атам барып шу шығарған жоқ дейді. Тек қана көпке дейін сәлемдеспей жүрді дейді. Соны құда сезді ма, жоқ әлде бала айтып барды ма, бір күні өзі келді дейді. Құдеке, боларыс болды, бояу сіңді, бұл енді менің бала күнімнен, көлеңкем сияқты қасымнан қалмай келе жатқан қасиет. Мен ұрлық болмаса ұйықтай алмаймын. Сізге өтірік, маған шын. Мен ұрлық болмаған күні өзімнің қорамдағы бір қойды ұрлап әкетіп, далаға барып сойып, соның етін үйге әкелген кездерім болды. Кешіріңіз деп айтты дейді. Содан атын тебініп кетті, анадай тұстан бұрылып қайтып келді да: құдеке, әңгіме арасында мына қамшы қолымда кетіп қапты, сіздікі-ау деймін деген кезде атам герзіве етікке қолын салып еді, қамшы жоқ екен дейді. Әңгіменің арасында құдасының қолына кетіп қалған екен. Содан көпке дейін құдасын көзімен шығарып салып тұрды дейді. Атам қайтқан малда береке бар деуші еді, мына қамшы қайтпай қалған кезде не болдық деп қайтқан қамшыны бір үлкен жақсылыққа балап тұрды дейді. Қазақта еңбек етпесең не қорлықта қаласың, не ұрлыққа барасың деуші еді. Әр тапқан табысымыз ағадал, еңбегімізден болсын ағайын. Аман, сау жүріңіздер.